Ертеде бір кемпірдің жалғыз сиыры болған екен. Ол сиырын сауып, сүтін базарға сатып күнелтіпті. Бір күні кемпірдің сауған сүті азая беріпті. Кемпір мұның себебін еш біле алмайды. Бір күні әдеттегідей сүтін сауып үйіне әкеледі де, сиырды өріске қосу үшін сыртқа шығып кетеді. Жолда бір затын ұмытып кеткен есіне түсіп, қайтып айналып келсе, сүтін жыландар ішіп жатыр екен. Кемпір шошып кетеді. Бірақ олардың сүтті сүйсініп ішкеніне қарап тұрып, мейірім оянады. Шелектің іші терең болғандықтан, кішкене жыландар сүтті іше алмай қиналып жатыр екен. Ертесіне сүттің кішкене ыдысқа құйып, жыландардың ініне апарып қояды. Кешке ыдысын алуға барса, ішінде 2 ділдә алтын жатады. Кемпір теңгелерді үйіне әкеліп сақтай береді. Біраз күн өткеннен кейін алтын ақшасына 3 бұзауы сиыр сатып алады. Жаман лашығы түзеліп, үйіне жасау жабдық жиһаздар ала бастайды. Бір күні кемпірдің алтын тасып жүргенін көршісі көріп, ханға айтып барады. Хан жендеттерімен сау етіп жетіп келеді. Кемпірден былай деп сұрайды: «Алтынды қайдан алып жүрсің? Айт қане, әйтпесе өлтіремін», деп қорқытады. Кемпір шынын айтады. Хан нөкерлерін ертіп, жыланның ұясын қаза бастайды. Бірақ қанша терең қазса да алтынды таппайды. Хан ызаланып, қазылған шұңқырға өзі түсіп қаза бастайды. Бір кезде күрегі қатты затқа тиеді. Қараса, сандық екен. Алтын екен деп қуанып кетеді. Сандықты ашқанда ішінен қаптаған жыландар шығады. Олар ханды шағып өлтіреді. Нөкерлері бұл жайтты көріп қорқып кетеді. Ханның бір ақылды уәзір бар екен. Ол былай дейді: «Жыланда жақсылықты біледі. Жылы-жылы сөйлесең, жылан іннен шығады. Басына ақ құйсаң, алтынды өзі ақ әкеліп беретін еді. Осынша қазған шұңқырың енді көріңе айналсын», депті де ханды көміп тастапты. Содан бастап ел арасында үйіңе кірген жыланға ақ құй, алтын береді деген түсінік қалыпты. Себебі табиғатында жылан алтын бар жерде мекен етеді екен. Бойындағы суық денесін алтынның буына жылытып өмір сүреді деседі. Қазақ ырымдарында үйге кірген жыланды басына ақ құйып шығарып салған. Құрметті тыңдармандар, сіздерге өтініш: қазақ тілі арнаның одан әрі дамуы үшін видеоларға лайк басып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер. Асты бісміллә деп баста. Асты бісмілләсіз жеме деген тыйым бар. Діни кітаптарда бісмілләсіз ас іблістің қорегі делінеді. Бұл жайында мынандай аңыз бар. Ертеде Әбіл қой бағып, Қабыл егін егіп, тынбай еңбек етіпті. Қарындары ашып, тамақтанар кезде қастарына Ібліс келіп, «Маған да үлес тиіп қалар ма екен?» деп дәмеленеді екен. Әбіл асына бісміллә деп қол созғанда, шайтанның үміті кесіліп: «Қап, бүгін жолым болмады, тамағына ортақтасам деп күні бойы жанында жүріп едім. Бісміллә деп асты адалға айналдырды. Маған бұл жерде орын жоқ», деп ызаланып кетіп қалады екен. Ал Қабылдың жанына келгенде, ол асты қалай болса солай жей береді екен. Қабылдың осы қылығын шайтан жақсы көріпті. Бісмілләсіз асқа Ібліс те келіп ауыз салыпты. Қабылдың Әбілді өлтіруіне осы жағдай әсер еткен екен. Бісмілләсіз жеген ас Іблістің тамағы деген сөз осыдан қалған деседі. Бірде Шиш пайғамбарға адам ата: «Құттың басы бісмілләда, құт шықсын десең, Құдайға шүкіршілік етіп, бетіңді сипа», деп өсиет айтады. Содан бастап Шиш өсиетті қаза етпей дәстүрге айналдырыпты. Ібліс қарғыс қамытын киген кезде Құдайдан дат сұрайды. «Датыңды айт», дейді Құдай. Сонда Ібліс: «Ұзақ жыл құлшылық еттім. Сендей ұлық тәңірге құлдарының еңбек ақысын қайтармау лайық емес. Соның өтеуін бер», дейді. «Не сұрайсың?» дейді Құдай. «Мені дәрігегінен қуып, адамға баспана бердің. Енді менің баспанам қайда болады?» деп сұрайды. «Онша мен дәретхана сенің мекенің. Дәрігегінде жүргенде құлшылық қылатын жерім бар еді. Енді оны қайдан табамын?» дейді Ібліс. «Базар атаулы сенің құлшылық орның болар», дейді. «Ал адамға оқу үшін Құран бердің, маған не бересің?» деп сұрайды Ібліс.
сыпсың сөз, өсек аян сенің қасиетті кітабың болар. Ал адамға қорек үшін дәм тағам бердің, менің тамағым қайда, дейді ібіліс. Біреу бісмілләсіз ас ішсе, дастарханда бата қайырмаса, сол ас саған бұйырсын депті. Ібіліс алған олжасына масайрап, Тәңірдің дәрігейінен қуылып кете барады. Содан бері, өзімнің қорегімді жеймін деп, әр үйдің дастарханын аңдиды екен. Қиссасул әнеби аңызында Нұх пайғамбардың бисмилля сөзімен Құж деген Дәуіттің қарын тойдырғандығы баяндалады. Құж кесір мінезді, ешкімнің ақылын алмайтын, оң істі терісінен істейтін қыңыр болыпты. Ұзын бойы таудан асып, бұлттар алқа сияқты мойына киіліп тұратын. Ол жалғыз өзі таудың үңгірінде жататын. Құждың бір ғана қайғысы қарнын тойғызу екен. Ішегі тәулік бойы шырқырап тұратын. Ертелі кеш орманнан отын жауып нәпақасын айырып жүреді. Бірде Нұх пайғамбар Құжды шақырып, ағаштарды тасып беруін өтінеді. Сонда Құж былай дейді: "Қарнымды тойғызсаң, ағашты тасыйын. Осыған дейін майлы ас жеп, қарным жұбанған емес, тойып тамақ ішу маған арман" дейді. Айтқаның болсын дейді пайғамбар. Құж ертесіне Нұхтың ағаштарын тасып береді. Жұмысы біткеннен соң, Нұх пайғамбар оның алдына бір шелпек әкеліп қояды. "Өй, мынауың жұмырма жұқ болмайды ғой", деп Құж ашуланады. "Бисмилля деп же, сонда тоясың", дейді пайғамбар. Құж бисмилля деп шелпектің жартысын жегенде тоқтығы білінеді. Жартысын қалтасына салып алады. Қарны тойғанға мәз болып жөне кеткен екен. Әжетханаға жалаңбас кірме. Бірде 4 шадиярдың бірі Әбу Бәкір дәретханаға кірсе, бұрышта қолында құрығы бар ібіліс отыр екен. Әбу Бәкір: "Ей малғын, мұнда неғып отырсың?" деп сұрайды. Ібіліс: "Білмеуші ме едің? Тәңірмен аразасқанда маған баспан айтып дәретхананы берген. Мен өзімнің үйімде отырмын", деп жауап береді. "Қолыңдағы құрық не үшін?" деп сұрайды Әбу Бәкір. "Кім дәретханаға жалаңбас кірсе, соның ақылын ұрлаймын. Ондайлардың ойы таяз, танымы қисық болады. Ақылы азайғандардың мал табуға кемдігі болмайды. Есесіне, Құдаймен ісі болмайды. Олардың өлгенше иманын толықтыруға осының бәрі кедергі болады", депті. Осы оқиғадан соң Әбу Бәкір дәретханаға жалаңбас кірмеу жөнінде ел арасында үгіт насихат жүргізіпті деседі. Әжетханаға кірерде дыбыста. Тағы бір аңызда Әзіретті Әли дәретханада жүрген ібілісті ұстап алыпты. "Мұнда не істеп жүрсің, ей малғын?" деп қылғындырады. Ібіліс: "Алла дәретхана мен моншаны менің үйім етіп берген. Осында қоныстанамын", дейді. Әзіретті Әли: "Бұдан былай мен келе жатқанда дәретханада отырмайтын бол, әйтпесе шауып түсемін", дейді ашуын көрсетіп. "Мақұл, тек бір шартым бар", дейді малғын. "Айт, бұл қандай шарт?" дейді. "Сен келе жатқанда дыбыс бер, мен соны естіген бойда жоқ болайын", дейді. Әзіретті Әли шайтанды қостады. Содан бастап, Әзіретті Әли дәретханаға кірер алдында жөтеліңкіреп дыбыс береді екен. Осы оқиғадан соң үйге, моншаға, дәретханаға кірерде дыбыс беретін әдеп пайда болыпты. Жөтеліңкірегенде шайтандар Әзіретті Әли келе жатыр деп қашады деген сенім бар. Әжетханада түкірме. Шайқы бұрқы бірде ібілісті көріп қалады. "Әй малғын", дейді оған дауыстап. "Осы сен адамды азғыруыңды қашан тоқтатасың?" "Мен оны өлгенше азғыра беремін. Әлсіздердің иманын алмай қоймаймын. Мен үшін ең қолайлы сәт өлім сәті", депті. Шайқы бұрқы сонда: "Не үшін олай дедің?" деп сұрайды. Пенденің ақтық демі тақағанда оны шөл қысады. Бірақ қасындағы етбауыр жақындары науқастың бұл хәлінен бейхабар болады. Сол кезде иманды ұрлауға мен келемін. Бір тамшы суға зәру болып, қаталап жатқан бейшараға кесе толы суды көрсетемін. Алла жоқ, пайғамбар жалған деп айтсаң, мына суды саған беремін, деп алдаймын. Егер оның сенімі әлсіз болса, менің дегеніме көнеді. Иманын бір кесе суға айырбастайды. "Малғын, бір кесе таза суды саған кім береді?" деп сұрайды.
Менде таза су жоқ. Кеседегі су оның өмір бойы әжетханаға түкірген өз түкірігі. Әжетхана менің үйім болғандықтан, мен оның бәрін жинап сақтаймын. Иманын сатқан сәтте түкірігін бетіне шашып жіберемін, депті шайтан. Шайқы бұрқының тұла бойы түшігіп кетеді. Содан бастап, әжетхана ішінде түкіруге болмайды деген тыйым қалыпты. Адамға қарап түкірме. Аңыз қиссаларда ібілістің жаман әдеттерінің бірі түкіру деп айтылады. Әлімсақта аспанға түкіремін деп Тәңірді ренжітеді. Онан кейін Ұлық Алла адамды жаратқан кезде ібіліс періштелерді ертіп адамды тамашалауға келеді. Ібіліс адамның қарнынан осы кезде ұрады. Сол кезде даңғыр ете қалған дыбыс шығады. Ібіліс: ішің бір даңғырлақ екен, сірә мақтаншақ боларсың, бүкіл өмірің осы қарныңды тойдырумен өтер, деп қарынға түкіріп жібереді. Ібілістің түкірігі адамның кіндік тұсына түскен екен. Тәңірі Жебірейілге: ібілістің түкірігін алып таста, деп бұйырады. Жебірейіл түкірік түскен жерді ойып алып тастайды. Ойылған жерден адамның кіндігі пайда болыпты. Жаббар Хақ кіндіктен ойылып алынған бір шөкім балшықтан итті жаратады. Ит осылайша әлімсақтан адамның серігіне айналады. Ит адамның кіндік балшығынан жарылғаннан соң терісі түксіз жалаңаш болыпты. Ібілістің бойында қызғанышы оянып, адамға кектенеді. Адамға тисейін десе, Тәңірден қорқады. Бір күні адамға қарап тұрып: Тәңірі сені несіне жаратқан, түрің құрсын, деп бетіне түкіріп жібереді. Сол сәтте ит адамды қорғап ібіліске тап береді. Ібіліс итке ашуланып қаһарын төгеді. Ібілістің қаһарынан ит тоңып өледі. Хақта қала иттің ерлігіне риза болып, оны қайта тірілтіп, денесін жүні қалың терімен қаптайды. Адамның шаңырағынан мекен береді. Ал ібіліс адам бетіне түкіргендіктен адам әртүрлі кеселге шалдығатын болыпты. Әлімсақтан бастап адамның бетіне түкіруге болмайды деген ырым қалады. Кісіге қарап есінеме. Ертеде Мұхаммед пайғамбар сахабалармен сұхбаттасып отырыпты. Жүрек көзімен қараса, жандарында ібілісте жүр екен. Пайғамбар одан: әй малғын, мұнда не істеп жүрсің, деп сұрайды. Мен үшін қолайлы мекеннің бірі есінеген ауызы ашып есінесе, байқатпай түкіріп жіберемін. Сосын ол адамның аузы бейпіл сөзге бейім келеді, депті. Пайғамбар оның сөзін естіп, селк ете қалады. Сол сәтте Тәңір одан қорғанудың сырын ашады. Адамның оң қолында менің шарапатым болады. Есінеген адам алақанымен аузын жапсын. Сол кезде ібіліс ол ауызға ылаңын сала алмайды, дейді. Содан бастап пайғамбарымыз сахабаларына есінеген кезде оң қолының сыртымен аузын басу қажет екендігін ескертіпті. Құлақ неге шыңылдайды? Мұхаммед пайғамбар Миғраж сапарында алып бәйтеректі көреді. Ағаштың жапырағына сан жетпейді. Әр жапырақта өмір сүріп жатқан адамдардың аттары жазылыпты. Пайғамбар Жебірейілден: бұл не, деп сұрайды. Жебірейіл: бұл адамның тағдыры. Кімнің дәм-тұзы таусылса, жапырақтың біреуі үзіліп жерге түседі. Жапырақ қиылғанда адамның өмірі қоса үзіледі. Жапырақ жерге түскенше марқұм болған адаммен аттас пенделердің құлақтары шыңылдайды. Яғни періштелер: сенімен аттас бір адам дүниеден өтті, бұл күн сенің де басыңа келеді, деп тірілердің есіне өлімді салып тұрады. Егер ол марқұм пешке кетсе, тірінің оң құлағы шыңылдайды. Ал егер тозаққа кетсе, аттасының сол құлағы шыңылдайды, дейді. Пайғамбар Миғраждан қайтқаннан соң үмбеттері жинап алып: оң құлақтарың шыңылдаса, Субханалла деп айтыңдар. Сол құлақтарың шыңылдаса, Астафирулла деп тәубе етіңдер, деп өсиет айтыпты. Ухлеме. Ертеде бір жігіттің қарт анасы болыпты. Анасы ауырып, төсек тартып жатып қалады. Жігіт отын шауып, оны қалаға сатады екен. Анасы күнде баласының қамын ойлап төсекте отырады. Баласы кешке үйге келгенде: балам, шаршамадың ба, деп сұрайды. Баласы шаршаса да білдірмейді. Шаршағаным жоқ апа, деп жауап береді. Бұл сөз ауыру анасына кішкене де болса қуат береді екен. Бір күні баласы
жұмыстан шаршап келеді. Жанына батқан ауырлығы шаршатты ма, баласы ошақтың жанына жылынып отырып, ақлап үһілейді. Анасы ұлының қатты қажығандығын сезеді. Баласының жағдайы жанына батқан анасы ұлын түнімен уайымдап, жүрегі қысыла бастайды. Баласы еш шара жасай алмай отырып қалады. Таң ата, анасы сары уайымнан жан тәсілім болыпты. Баласы анасының жүрегіне қайғының дертін салғаны өкініп, өкіріп жылайды екен. Содан бері ата-ананың жанында отырғанда ақылап өкілуге болмайды. Олардың жанына батады деген тыйым пайда болыпты. Екінші бір аңызда Мұхаммед пайғамбар дүниеге келген кезде Ібліс ух деп күрсініп қайғырған екен деп айтылады. Құрметті оқырмандар, әр күн сайын арнамда жаңа оқиғалар болады. Лайк басып, пікір жазып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар.